Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары және қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекті қоғамдық тыңдауда Бозашев нефть жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 4 түрлі жобасымен танысатын боламыз. Талқылауға шығарылады. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96-шы бабына және Қазақстан Республикасы экологиялық министрлігінің 2021 жылға 3-ші тамыздағы нөмір 236 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіледі. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде заңға сәйкес жергілікті атқарушы органнан өкіл тағайындалу керек. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде мен Шевір ауылдық округінің аппаратының бастығына Таңжан Қуантханов. Хатшысы ретінде КЖС проект консалтинг жауапкершілігі серіктестігі және БМ инженеринг жауапкершілігі серіктестігінің ғылыми өндірістік орталық жауапкершілігі серіктестігінің өкілі Сақтау Самал Махамбетқызының кандидатурасын ұсынады. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Қарсылық жоқ болса, бір ауыздан Сақтау Самал Махамбетқызы хатшы ретінде тағайындалады. Аталған қоғамдық тыңдаудың мақсаты Бозашев нефть жауапкершілігі серіктестігінің жоғарыда көрсетілген жобаларын талқылау. Қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқталып кетсек, баяндама жасауға 10 минут, қосымша сөйлеймін деушілерге 3-5 минуттан. Осы регламентпен келісеміз бе? Қарсылығы жоқ болса, бір ауыздан бекітіледі. Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, негізгі баяндама шыққанда болғаннан кейін талқылауға көшсек, қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Сөз баяндамашыға. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Сіздер назарларыңызға Теңіз Қаратөрін кен орнының нөмір 4-ші жұмыс жобасын жаңғырту, Теңіз Қаратөрін, Шығыс Қаратөрін кен орындарын жайластыру, Бозашев нефть жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің келісімшарт аумақтарында мұнай жинау және тасымалдау жүйесі сметалық құжаттамасыз жобасы және де Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысының оңтүстік Қаратөрін кен орны ұңғымаларды жайластыру, газ жинау және тасымалдау жүйесі жобасы, Бозашев нефть жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кен орнында мұнай тапсыру пунктінің құрылысы номер 3-ші жаңғырту жобасы және де Теңіз Қаратөрін кен орнында жобалық тереңдігі 1200 плюс-минус 250 метрді құрайтын 15 пайдалану ұңғымаларын салуға арналған топтық техникалық жобаны және де 2026-2031 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары тақырыбында баяндама ұсынады. Келесі слайдымызда осы кен орны туралы жалпы мәліметтер айта кетсем, Бозашев нефть жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметінің негізгі түрі Байдақ карьерінде Шығыс Қаратөрін, Теңіз Қаратөрін, Солтүстік Шығыс Қаратөрін кен орындарда көмірсутек шикізатын барлау, өндіру, қоқыс тасты және қабықша әктас өндіру болып табылады. Теңіз Қаратөрін газ мұнай кен орны Бозашев түбегінің солтүстігінде, Қалапқас кен орнынан шығыс-солтүстік-шығысқа қарай 30 шақырым жерде, Маңғыстау облысының аумағында, Комсомолец шығанағының оңтүстік батыс бөлігінде, Ақтау қаласынан солтүстікке қарай 277 шақырым жерде орналасқан. Ең жақын елді мекендер Ақтау қаласына асфальтталған жолмен байланысты Шебір ауылы, яғни 35 шақырым жерде, және де Қаламқас кенті 30 шақырым жерде болып табылады. Кен орнының батысы мен оңтүстігінің батысында ірі игеріліп жатқан Қаламқас, солтүстік Бозашев және Қаражабас кен орындары орналасқан. Географиялық тұрғыдан Шығыс Қаратөрін кен орны Бозашев түбегінің солтүстік батыс бөлігінде орналасқан, Каспий теңізіне дейінгі қашықтық шамамен 1200 метрді құрайды. Шығыс Қаратөрін кен орны 1978 жылы ашылды. Орталық Юраның терригендік шөгінділерінде мұнай газ стану орнатылған. Кен орнында Ю1 көкжиегінде мұнай кен орны анықталды. С1 өнеркәсіптік санаты бойынша геологиялық және алынатын мұнай қоры тиісінше 2055 мың тонна және де 699 мың тоннаны құрайды. Кен орнының тау-кен бөлу ауданы 2,354 километр квадраты құрайды. Келесі слайдымызда осы жобалар бойынша 2026 жылға арналған қоғамдық тыңдаулар өткізудің себебі, осы 2026 жылға арналған қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат ала отырып, жаңа объектілер құрылысының, оның ішінде ұңғымалар құрылысының, жайластыру объектілерінің жаңа жобаларына қоршаған ортаны қорғау бөлімдері әзірлеу. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін негіздеме Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес өткізіліп отыр. Келесі слайдымызда осы жобалар бойынша қысқаша ақпарат.
Теңіз қаратөбенің кен орны номер 4 жұмыс жобасын жаңғырту жобасы бойынша құрылыс мерзімі 7 айды құрайды, ал құрылыстың түрі қайта құру болып есептеледі. Құрамында мұнай, мынандай технологиялық жабдықтар мен қосалқы құрылыстар кіретін ГУ-5 КЗ топтық қондырғысының құрылысы, мұнай жылытқыштар алаңы салынады, буферлік сыйымдылық алаңы, газ сепараторының алаңы, мұнай айдау сорғыларының алаңдары, НВЕ 50/50 жартылай су асты сорғылар бар, ДЕ дренаждық сыйымдылық алаңы, сұйықтықты есепке алу торабы, газды есепке алу торабы, газ кеңейткіштері бар К1 конденсат жинағыш алаңы, бірлік алау қондырғыларының алаңы, пропан цилиндрлерінің пандус алаңы, аларлық мұнай құбырлары және де жерасты газ құбырлары, модульдік орындау операторы, басқару станциясының қалқаны және кипия алаңы, найзағай бұрғыштармен біріктірілген прожекторлық діңгектер, аула дәретханасы және де ГУ-5 аумағын периметрі бойынша қоршаулар салынатын болады. Екінші жобамыз оңтүстік Қаратөбенің кен орны ұңғымаларын жайластыру, газ жинау және тасымалдау жүйесі жобасы бойынша іске қосу кешені бірінші ГСП-1 ұңғымалар тобы ұңғымалар номер 26, 303, 305 және ГСП-4 бойынша номер 24, 302, 305Н ұңғымасы бойынша пайдалануға беру 2026 жылды құрайды. Екінші іске қосу кешені бойынша ГСП-2 ұңғымалар тобы 301, 304 ұңғымасы пайдалануға беру 2027 жылды құрайды. Ал номер 3-ші іске қосу ГСП-3 ұңғымалары бойынша номер 307, 308 пайдалануға беру 2027 жылды құрайды, және де 306 ұңғыма 2028 жыл, 312 ұңғыма 29 жыл пайдалануға беріледі. Оңтүстік Қаратөбенің кен орнында 12 пайдалану газ ұңғымаларын жайластыру болып табылады. Сондай-ақ табиғи газды ұңғымалардан топтық жинау пункттеріне дейін жинау және тасымалдау жүйесінің құрылғы южная газын дайындау қондырғысына беру, қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу міндетті болып табылатын объекттерге жатады. Келесі слайдымызда 3-ші жоба бойынша Бузачинет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кен орнында мұнай тапсыру пунктінің құрылысы номер 3-ші жаңғырту жобасы бойынша құрылыс мерзімі 1 айды құрайды. Жобаланатын мұнай құбырын қолданыстағы 159 мм мұнай құбырына қосумен құрылыс монтаждау жұмыстары Бузачинет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қолданыстағы 1К ұңғымасында учаскеде жобаланатын мұнай құбырын жаңа учаскесін қосу, құбыр материалдар жобаланатын мұнай құбырының трассасы бойынша орналастырылған 2К жаңа темірбетон ұңғымасында орнатылған жаңа түбірлік ысырмасына көзделеді, және мұнай құбырлары Қаламқас, Қаражанбас, Ақтау Трансойл акционерлік қоғамының диаметрі 530 мм құрайтын жақындау учаскесінде орналасқан. Бұл ретте қолданыстағы 1К ұңғымасында жаңа ажыратқыш электр жетекті ысырмасы орналастырылады. Ол оған орнатылған секциялық ысырмасы және кері клапаны бар желіге қосылатын болады. Келесі 4-ші жобамыз ол 15 пайдалану ұңғымаларын салуға арналған жоба бойынша. Құрылыс мерзімі ұңғымаларды бұрғылау кестесі бойынша 2026 жылы 4 ұңғыма салынады, 2027 жылы 6 ұңғыма, 2028 жылы 5 ұңғыма салу көзделеді. Бір ұңғыманы салу циклінің ұзақтығы 44 тәулікті құрайды. Оның ішінде құрылыс монтаждау жұмыстары және бұрғылауға дайындық жұмыстары 9 күн, бұрғылау және бекіту жұмыстары 25 күнді құрайды, және де сынау уақыты 10 күнді құрайды. Техникалық тапсырмаға сәйкес ұңғыманы бұрғылау жүк көтергіші кемінде 100 тонна бұрғылау қондырғысы бойынша қолдана отырып жүзеге асырылатын болады. Ұңғыманың жобалық тереңдігі тігінен оқпан бойынша 1200 плюс-минус 250 метрді құрайды. Бір ұңғыманың құрылысы келесі кезеңдерден тұрады. Олар құрылыс монтаждау және дайындық жұмыстары, ұңғыманы бұрғылау және бекіту жұмыстары, ұңғыманы игеру жұмыстары. Жерді рекультивациялау ұңғыманың құрылысы аяқталғаннан кейін техникалық рекультивация жүргізілетін болады. Бұрғылау алаңдарын жоспарлау, құрылыс монтаждау жұмыстары, бұрғылау жұмыстары барысында бөлінген жер учаскелерінде топырақ өсімдік қабаты бұзылуы мүмкін. Сондықтан жұмыстардың аяқталуына қарай осы жобаға сәйкес
иеліктен шығарылатын аумақты техникалық қалпына келтіру жүргізілетін болады. Келесі слайдымызда осы 15 ұңғыма бойынша орналасу ситуациялық картасы көрсетілген. Келесі слайдымызда осы 4 жоба бойынша атмосфералық ауаға әсерді бағалау, суды пайдалану және де қалдықтар көлемі көрсетілген. Теңіз қаратөрінің кен орны номер 4 жұмыс жобасы бойынша суды тұтыну көлемі, суды тұтыну және суды бұру көлемі 2182,466 метр куб кезеңді құрайтын болады. Ал жобаланатын объектін салу кезінде атмосфера стационарлық көздерден шығарылатын ластауыш заттардың саны 2026 жылға 0,635 тонна кезеңді құрайды. Ал жобаланатын осы объектіні пайдалану кезінде атмосфера шығарылатын ластауыш заттардың саны жылына 182,665 тоннаны құрайтын болады. Ал құрылыс монтаждау жұмыстар кезінде өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинақтау лимиті барлығы 1,860 тоннаны құрайды. Ал пайдалану кезінде барлығы 0,387 тоннаны құрайтын болады. Осы қалдықтар барлық жобалар бойынша, шарт бойынша мамандырылған ұйымдарға тапсырылады. Келесі жобамыз бойынша оңтүстік қаратөрдің кен орны ұңғымаларын жайластыру газ жинау және тасымалдау жүйесі жобасы бойынша суды тұтыну және де суды бұру көлемі 1670,151 метр куб циклді құрайтын болады. Жобаланатын объектіні салу кезінде атмосфера стационарлық көздерден шығарылатын ластауыш заттардың саны 2026 жылға 0,945 тонна кезеңді құрайды, 2027 жылға 1,354 тонна кезеңді құрайтын болады. Осы құрылыс монтаждау жұмыстар кезінде өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинақтау лимиттері барлығы 10,301 тоннаны құрайды. Ал пайдалану кезінде 0,163 тоннаны құрайды. Келесі слайдымызда 3-ші жоба бойынша Бузачинек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мұнай тапсыру пунктінің құрылысы бойынша суды тұтыну және де суды бұру көлемі 80,696 метр куб кезеңді құрайды. Ал жобаланатын объектін салу кезінде атмосфералық стационарлық көздерден шығарылатын ластауыш заттардың саны 0,304 тонна кезеңді құрайды. Ал пайдалану кезінде 0,415 тоннаны құрайтын болады. Құрылыс монтаждау жұмыстар кезінде өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинақтау лимиттері бойынша құрылыс кезінде 1,293 тоннаны құраса, пайдалану кезінде 0,163 тоннаны құрайды. Келесі жобамыз 15 ұңғыманы пайдалануға арналған жоба бойынша ұңғымаларды салу кезінде пайдаланатын судың жалпы мөлшері суды тұтыну көлемі 527,4 метр куб циклді құрайды. Барлық ұңғымалар бойынша 7911 метр кубты құрайды. Ал суды бұру көлемі 111,4 метр куб циклді құрайтын болады. Ал барлық 15 ұңғыма бойынша 1671 метр куб кезеңді құрайтын болады. Бір ұңғыманы бұрғылау кезінде бұрғылау сарқынды сулардың көлемі 450,29 метр кубты құраса, 15 ұңғымадан 6754,431 метр куб кезеңді құрайтын болады. Сандық талдау кезінде бір ұңғымаларды салу кезінде атмосфера ластауыш заттардың жалпы шығарылуы 19,733 тонна жылына құрайды. Оның ішінде кестеге сәйкес 2026 жылы 78,934 тонна жылына құрайды. 2027 жылы 118,402 тонна жылына құраса, 2028 жылы 98,668 тонна жылына құрайтын болады. Өндірістік қызмет процесінде қалдықтар көлемі барлығы бір ұңғымадан 479,699 тонна құраса, ұңғымаларды бұрғылау кестесіне сәйкес 2026 жылы 15 ұңғыма бойынша 1918,8 тонна жылына құрайды. 2027 жылы 2778,1994 тонна жылына құрайды. 2028 жылы 2398,5 тонна жылына құрайтын болады. Келесі слайдымызда 2026 жылға арналған табиғатты қорғау шараларының жоспары көрсетілген.
2026 жылға бөлінген жалпы сумма 5 миллион 720 мың теңгені құрайды. Оның ішінде теңіз қаратұрым бойынша 3 миллион 60 мың теңге, шығыс қаратұрым және солтүстік шығыс қаратұрым бойынша 2 миллион 660 мың теңге. Атмосфералық ауаны қорғау, технологиялық жабдықтың реттегіш арматурасының және фланесті қосылыстарының тығыздығын герметизациялау, шығарындылар көздеріндегі және санитарлық қорғау аймағындағы аспаптық өлшеулер кіреді. Ал су ресурстарын қорғау бойынша суды тұтыну мен бұру бақылауды және есепке алу кіреді. Жерді қорғау бойынша ұңғымалар ауданында жоспарлау, қоршаған ортаға топырақ компоненттерін өндірістік мониторинг жүргізу кіреді. Жер қойнауын қорғау, ұңғымаларды сынау кезінде алаңдарды гидрооқшаулау, жануарлар мен өсімдіктер әлемін қорғау, аумақты көгаландыру кіреді. Қалдықтарды өңдеу бойынша қалдықтардың қайта өңдеуге және немесе кәдеге жаратуға уақытылы шығарылуын бақылау, және қауіпті қалдықтарды жинау үшін қосымша контейнерлер орнату, қалдықтарға арналған контейнерлерге арналған арнайы алаңдарды орнату, сынау хаттамасын жасай отырып, қауіпті қасиеттерді анықтау мақсатында түзелетін қалдықтардың үлгілеріне зертханалық сынақтар жүргізу. Ал радиациялық, биологиялық және химиялық қауіпсіздік бойынша кен орны объектілерінде радиациялық бақылау жүргізу және де ғылыми зерттеу, іздестіру және басқа да әзірлемелер кіреді. Ғылыми зерттеулер бойынша экологиялық біліктілік деңгейін арттыру және экологиялық әдебиеттерге жазылу. Осымен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, жоба бойынша ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз бар ма? Зумнан сұрап жүрміз. Департамент экология сұрақ бар ма екен? УПР. Сабина. Сұрақ жоқ дейді. Сұрақ жоқ болса, қоғам тұтынуды өтті деп жариялаймыз. Өтті деп есептейміз. Қоғам тұтынуды жабық деп жариялап, келіп уақыт көріп қатысқандарыңызға рахмет. Сау